Сәлеметсіңдер ме оқушылар? Бүгінгі сабақтың тақырыбы теңіз астында. Бүгінгі сабақта табиғат құбылыстары мен мекендерді салыстырып сипаттауды үйренесің. Бүгінгі сабақтың жаңа сөздеріне назар аударайық. Терең, сүңгуір, теңіз түбі, маржан. Оқушылар, жаңа сөздерді сөздік дәптерлеріңе жазып алыңдар. Бірінші тапсырма. Суретке қара. Суретпен байланысты сөздердің тізімін жаса. Үлгі: терең, сүңгуір, сүңгиді. Оқушылар, кестені әрі қарай толықтырамыз. Іске сәт. Оқушылар, суретпен байланысты сөздердің тізімін қалай толықтырдық? Бірге тексерейік. Терең, тұңғиық, шыңырау. Сүңгуір, дайвер, аквалангшы. Сүңгиді, жүзеді, малтиды. Оқушылар, сендердің де тапсырманы сәтті орындап шыққандарыңа сенімдімін. Екінші тапсырма. Берілген сөздерді суреттермен сәйкестендір. Бір суретті бірнеше рет қолдан. Оқушылар, жұмыстарыңа сәттілік тілеймін. Берілген сөздерді суреттермен қалай сәйкестендірдік? Бірге тексерейік. А нұсқасы: теңіздің беті, жарық, теңіз тасбақасы, сүңгуір. Ә нұсқасы: мөлдір, жақыннан көре алады, терең, сүңгуір. Б нұсқасы: теңіздің асты, бұлыңғыр, сүңгуір, жақыннан көре алады. В нұсқасы: жарық түсіреді, қараңғы, теңіздің асты, сүңгуір. Оқушылар, сендердің де тапсырманы сәтті орындап шыққандарыңа сенімдімін. Үшінші тапсырма. Сөйлемдерді оқы, ұқсас сөйлемдер құрап айт. Теңіздің астына қарағанда теңіздің беті жылы. Құрлықтағы тасбақаға қарағанда теңіз тасбақасы жылдам. Оқушылар, ұқсас сөйлемдер құрастырып айтайық. Іске сәт. Қандай сөйлемдер құрастырдық? Бірге тексерейік. Акулаға қарағанда көк кит үлкен. Жасанды мұхитқа қарағанда табиғи мұхит үлкен. Теңіздің бетіне қарағанда теңіздің асты әдемі. Теңізге қарағанда мұхит терең. Оқушылар, сендердің де құрастырған сөйлемдерің сәтті шықты деген ойдамын. Төртінші тапсырма. Берілген сөздермен сөйлем құра. Қызық, терең, тайыз, жарық, әдемі, бұлыңғыр, анық, мөлдір, жылдам. Үлгі: теңіздің асты құрлыққа қарағанда қызықтау. Оқушылар, үлгіні негізге алып, берілген сөздермен сөйлем құрастырамыз. Іске сәт. Берілген сөздермен қандай сөйлемдер құрастырдық? Біз құрастырған сөйлем үлгілеріне назар аударайық. Теңіздің асты құрлыққа қарағанда қызықтау. Теңізге қарағанда мұхит тереңірек. Көлге қарағанда өзеннің суы тайыздау. Теңіздің астына қарағанда
Теңіздің үсті жарығырақ. Табиғи мұхитқа қарағанда жасанды мұхит әдемірек. Теңіздің бетіне қарағанда теңіздің асты бұлыңғырлау. Теңіздің түбіне қарағанда теңіздің беті анықтау. Өзеннің суына қарағанда көлдің суы мөлдірлеу. Китке қарағанда акула жылдамырақ. Оқушылар, сендердің де құрастырған сөйлемдерің сәтті шықты деген ойдамын. 5-ші тапсырма. Мәтінді тыңда, жүргізіп оқы. Бауыржан, сен не қарап отырсың? Мен сүңгуірлер туралы бейнефильм қарап отырмын. Теңіздің асты құрлыққа қарағанда әлдеқайда қызықтау. Былтыр жазғы демалыста сүңгуір спортшымен таныстым. Ол маған ұлудың сүйегін сыйлады. Қандай керемет! Мен теңіз туралы көп білемін. Теңіздің беті жылы болады. 200 метр тереңдікте де күннің жарығы түсіп тұрады. Бұл жерді жарық белдеу деп атайды. Одан әрі 1000 метрге төмен жерде бұлыңғыр белдеу басталады. Көп нәрсе анық көрінбейді. Одан әрі 4000 метр тереңдікте ортаңғы белдеумен салыстырғанда қараңғылау белдеу басталады. Ол жерге жарық мүлде түспейді. Одан әрі 6000 метрге тереңдесеңіз, теңіздің түбі жақын болады. Ол жер әрине теңіздің ортасына қарағанда суықтау. Сонымен оқушылар, бүгінгі сабақтан не үйрендік? Табиғат құбылыстары мен мекендерді салыстырып, сипаттауды үйрендің. Енді бүгінгі сабағымызға бас бармақ тәсілі арқылы кері байланыс жасайық. Сендерге бүгінгі сабақтың барлық тапсырмасы түсінікті болды деген ойдамын. Үйге тапсырма. 104-ші беттегі 6-шы тапсырма. Мәтіннен түсінгеніңді диаграммадан көрсет. Сөздерді цифрмен сәйкестендір. Оқушылар, сабақ аяқталды. Сау болыңдар.